Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін енді мен мынандай 2-2 резинаны қалай тоқу керектігін көрсетпектімін. Бұл жерде мына 2-2 резинаны киімдердің жеңіне, жемпірлердің жеңі мен етегіне, нәскидің қонышына тоқуға болады. Көптеген жерлерде тоқуға болады. Мен кішкене бастап қойдым. Өткендегі айтқанымыздай, мына бірінші жіпті тоқымастан шалып аламыз. Одан кейін 2 оң тоқылады. Мына бірінші оңымыз. Одан кейін мына екінші оң. 2 оңнан кейін 2 теріс тоқылады. Сол себепті бұл резинаны 2-2 резина деп айтамыз. Қайтадан тағы да 2 оң тоқылады. Одан кейін мынандай 2 теріс тоқылады. Тағы да 2 оң тоқимыз. 2 теріс тоқимыз. 2 оң. 2 теріс. Теріспен аяқталды менің қатарым. Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 жіп алғанмын. Бұл үлгі үшін болғандықтан кішкентай етіп тоқып жатамыз. Бірінші жіпті тоқымаймыз, босаламыз. Ілмекке шалып, жіппен шалып тоқымаймыз, жай өзін өткізіп аламыз. Енді өткендегі теріспенен біткен қатарды екінші бетінен тоққан кезімізде терісіміз оң тоқылады. Бұл жерде 1 оң тоқимыз, себебі 2 теріспен аяқталған еді. 2 терістің біреуі тоқылмай шалынып алды, шеткі жіп болғандықтан. Одан кейін екіншісін тоқыдым. Ал енді мына оң тоқығанымызды теріс тоқимыз бұл бетте. Екінші бетінде біз бұны теріс тоқимыз. Одан кейін оң тоқимыз. 2 оң, 2 теріс деп тоқып кете береміз. Міне 2 оң, 2 теріс, 2 оң. Оң және теріс шалуды өткен жолы көрсеткенмін. Мына соңғы жібім менде оң болды. Себебі солай аяқталып қалды. 15 жіп алғам, тағы жіп болды. Осылай тоқып кете береміз. Енді бұл мысалға біз бұны резина етіп тоқитын болсақ, сол резинаның қанша жалпақтығы қанша болу керек, соған байланысты тоқимыз. Мысалы, мынау жең ауыз десек, мынау резина бізге жеткілікті болады. Осындай резинаның несі жалпақтығы мен жетеді деп ойлаймын. Тағы да 1-2 қатар көрсетіп жіберейін сіздерге. Бірінші жіпті босаламыз. Менде ол оңмен аяқталған, енді ол жіп теріс болып жатыр. Мынау 2 оңды тоқимыз. Одан кейін 2 теріс тоқимыз. Міне теріс. Өткен жолы көрсеткем теріс пен оңды. Тағы да көрсете берейін. Мынау оң, мынау оң. Жаңылысып кетпейміз, есептеп отырамыз. Мынау теріс. Міне мынау теріс. Мынау оң. Мынау теріс. Теріс, мынау оң. Мынау теріс. 2 теріспен аяқталды. Енді қарасақ, бұл шыққан өрнегімізде міне оңдар сәл биіктеу болып жатыр. Ал мына 2 теріс сәл төмендеу жатыр. Мынау жоғары жатқан сияқты, мынау төмендеу жатыр. Міне осының нәтижесінде бізде мынандай резина пайда болады. Екінші бетке аударған кезімізде сондай, ол да сондай өрнек шығады. Мына бізде теріспен аяқталған еді. Мына екеуі бізге оң сияқты көрініп тұр. Оның кейінгісі мына екеуі теріс. Мына екеуі оң болып көрінеді. Енді бұл бізде үлгі болғандықтан мен енді бұны жабамын, болды. Жабу үшін өткен жолы мен сіздерге екеуін
бірге аламыз. Сөйтіп оң қылып тоқиды дегенбіз міне. Содан шыққан жіпті өткізіп аламыз екінші ілмекке. Сөйтіп келесі жіппен екеуін қосып тағы да оң етіп тоқимыз. Тағы да осы шыққан жіпті мынаған екінші ілмекке өткізіп аламыз да. Тағы да мынадай оң тоқимыз. Мынау мен тоқыма біздерді кейде ине, кейде спица деп қоям. Негізі ілмек деген крючок, бірақ мен крючоктың басы ілмек болу керек. Кейбір кезде оны орнына ауыстырып айтып қоям, бірақ бұл сіздер түсініңіздер, бұлар бізде осы біздер, тоқыма біздеріміз. Мына екеуін біріктіріп алдым. Тағы да екеуін біріктіріп алдым. Тағы да екеуін біріктіріп алдық. Мына. Екеуін біріктіріп алып, келесі бізге өткізіп алып, тағы да екеуін біріктіріп аламыз. Келесі екеуін біріктіріп алдым. Мынау шыққан жіп бар ғой, осыны мынаған өткіземіз. Екінші бізге өткіземіз. Сосын мына екеуін қосып тоқимыз. Міне. Мына екеуін қосып тоқимыз. Келесі екеуін қосып тоқимыз. Тағы да мынаны өткіземіз, келесі екеуін қосып тоқимыз. Тағы да екеуін екінші спицаға өткізіп, екеуін бірге тоқып. Мына жерде мынандай міне осылай аяқталды. Міне мынандай үлгі. Мен өте кішкентай қылып істеп жатырмын. Үлгіні өзіңізге сақтап қойсаңыз болады. Одан кейін мына жіпті үземіз. Жіпті үземіз. Міне. Мынау шыққан жіптерді біз шетіне немесе мына жерге тоқып, артық жіпті кесіп алып тастаймыз. Мен мына крючокты алдым. Мынаны жанына тоқып жіберсем де болады. Былай. Негізі бір бұйымды жасаған кезде оның тігістігіне осылай тоқып жіберемін де, артылғанын қырқып тастаймыз. Артылған жіпті қырқып тастаймыз осылай. Мен бүгін жанына қалай тоқып жатқанымды көрсетіп жатырмын. Мына артығын қырқып тастай саламыз. Және де мынау. Осылай тігіп тастаймыз. Сонда ешқандай түйін астында жалбыраған жіп көрінбейді. Міне, мына жіпті мен қазір кесіп тастаймын. Міне нәтижеде бізде мынадай резина пайда болды. Дайын бұйымда ол бұлай бірігіп тұрған сияқты көрінеді. Ал енді кейін кезде ол бұлай бітіп созылуы мүмкін. Бұл тоқылған киімнің жеңнің аузы болса, немесе етегі болса, бұны жинап тұру үшін қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.